Анита, қымбаттым. Қалың қалай? Қалай болушы еді. Әдеттегідей тағы да көңіл күйім жоқ. Әлгілер қайда? Қайда кеткен? Мыналарды жер жұтқан ба? Кім Круэлла, айтсаңшы? Күшіктерді айтам. Ойнайтын уақыт жоқ, күшіктер қайда? О, кем дегенде шапта өту керек қой. Мұнша асыққаның не? Анита, сен қандай ақылдысың? Бер келе ғой, кел. Қане келе ғой. Симба сенді. Енді Кову мына қызға жақындаған сайын Симбаға да жақындай түседі. Ал Симба жалғыз қалған сәтті аңдып жүріп... Жоқ! Жоқ, жоқ! 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 Не білдірдің? Не білдірдің? Жоқ! 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 О, осы қоңыраудай. Мезеттау. Естідім, айтпасаң да тұрам. Таң атқанын мен де білем. Қоңырау екеш қоңырауда бұйрық соғады. Мейлі, соға берсін. Армандама деп ешкім бұйрық бере алмайды. Ал күндердің бір күні... Мен тұрғанда Райлиге ешкім мін тағалмайды. Тіпті құрбыларының іші киетін болады. Ерке қызы, менің бақшамның көркіне айналатын болды. Қалынген құрттай қиналады әлі. Ал қане Тритон, басыңды үй, әлі маған тағзым етесің. Ұлы мәртебелім, берілмеңіз. Білмейм, Себастьян. Шамам келмей жатыр. О, армандар орындалады екен. Не дейсің, апа? Қай қызың мықты екен? Бәрі бітті, Тритон. Ал енді бар, естеліктеріңді құртаман. Сен сонда бұл таяқпен не істемексің, ақымақ? Мені бастықтармен жолықтырыңдар. Кешіріңіз, сеньора, мұнда суретіңіз ешкім қоймаған деп тұр. Менің отбасым өмір бойы менің суретімді қоюды ұмытпайды. Мұна бәлең саған өтірік айтып тұр. Әскери дайындық деп қақсап қоймады ғой, қандай тас жүрек өзі. Ей, қаусаған пәл, ал енді мені жақсылап тыңда. Уинифред, сен неге саптан шығып кеттің? Шаруаң болмасын. Егер біздің төліміз джунглиде жалғыз қалып қойса, не істер Біздің едім? баланы айтасың ба? Жалғыз дейсің бе? Бірақ, Уинифред, қымбаттым, ол енді мүлде басқа жағдай ғой. Салыстыруға мүлде келмейді. Жұрттың баласы менің балам деп бөліп жару дұрыс емес. Не сен оған көмектесесің, не мен қолбасшылықты өз қолыма алам. Не дейді? Мынау Малефисента ғой. Оған не керек өзі? Тыныш. Мәз саған. Қандай керемет кеш, король Стефан. Монархтар, төрелер, бай манаптар, тіпті. Сүйкімді ғой өздері. Кедей кепшік те осында. Туф!
Өкінішке орай шақыртуыңыз маған жеткен жоқ. Сені ешкім шақырған жоқ. Қалай сонда? Қап, ыңғайсыз болды ау. Мені тізімге қосуды ұмытып кеткен болар десем. Олай болса, менің кеткенім жөн шығар. Тек, бізге кек сақтап қалмайсыз ба? О, не дегенің тақсыр ханым. Балақайға бір сыйым бар ет. Рұқсат болса, соны табыстап кетейін. Уа, халайық, бер қараңдар. Әлбетте ханша сұлу да мейірімді болып өсет. Жан біткеннің бәрі оны жақсы көретін болады. Алайда, жасы 16-ға толған күні таң алдында саусағын үшкір ұршыққа тіліп алады, сосын көз жұмады. Қызым! Мыстандар, мына мыстандар. Әрі тұрыңдар, қорқаулар.